Білесіздер ме, мен Алматы облысы Балқаш ауданы Ағдала орта мектебінің педагог-психологы Тазабекова Нархан Нұрмахановна. Құрметті ата-аналар, мен сіздермен ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас, яғни отбасындағы түсіністіктің баланың жеке тұлға болуына әсері туралы айтқым келеді. Қазіргі кезде мемлекетіміздегі жағдайға байланысты отбасының балаға қолдау өте қажет. Бала психологиясына қашықтықтан оқыту, өз бетінше білім алу, ата-ана мен көп уақытын бірге өткізу өз әсерін тигізбей қоймайды. Сондықтан да балаға да, ата-анаға да бұл педагогиялық, психологиялық кеңес маңызды. Ата-аналарға арналған психологиялық кеңестерімді ұсынғым келеді. Отбасы қоғам үшін саналы қарым-қатынаста, белсенді азаматты дайындауда қандай қызметтер атқарады? Әр отбасының өз ережелері болуы керек. Отбасы ол ұйымдасқан топ. Бірінші, баланың физиологиялық дамуына бар жағдайды жасайды. Екінші, оның жеке тұлға болып қалыптасуына, өз бетінше білім алуына қызмет етеді. Үшінші, адами құндылықтарды бойына сіңіреді. Төртінші, өнерге деген махаббатын дамыта отырып, шығармашылыққа баулиды. Бесінші, баланы оқытады. Бақытты бала адами құндылықтарды бойына сіңіргенде ғана бала бақытты бола алады. Бала тәрбиесінде жіберілетін қателіктер: баланы орынсыз еркелету, баланы мадақтау, мақтау, үнемі қолдау көрсету, бөтен адамның көзінше кемшілігін айтпау, өз балаңа дос бола білу. Сол сияқты ата-ана махаббатының формуласы: сен жақсы болғандықтан жақсы көрмеймін, сен менің өмірімде бар болғаның үшін жақсы көремін. Балаларыңызды аялаңыздар. Балалар біздің болашағымыз. Біз біргеміз.